Қатының бетпақ дейді. Енді әйелдердің бұл табиғаты бетпақ болу. Сен де кем қалып тұрған жоқсың, әйелмен салғыласқан. Сондықтан екі бетпақ бір семьяда болады солай. Енді бір адам бетпақ болмайды ғой. Бір адамға бетпаққа сен де бетпақ болдың. Сондықтан әйел не үшін бетпақ болды? Сен бетпақ болған үшін бетпақ болдың. Сондықтан әйелмен салғыласқан еркек емес. Күліп, сенікі дұрыс деп қою керек. Қатты болмай баратса, ешкімді зорламайды, әйеліңді бүкіл әлемге жамандаудың қажеті жоқ. Қазір бізге қатының бетпақта бүкіл әлемге жамандап, өзің бүгін түнде сонымен жатып қонып шықтың, қай бетіңмен жамандап отырсың оны. Содан бала көріп отырсың. Ертең өліп қалса жылайсың. Сен өліп жатып төсегіңде болсаң, сол бетпақ қатын саған қарайды. Сондықтан қызың да қарамайды, балаң да қарамайды, ешкімге керемей, жексұрын болып қаласың. Еркектің жексұрын болып қалуы оп-оңай. Не мамаңа керек жоқсың, не туысыңа керек жоқсың, бауырыңа, жеңгеңе, достарың біреуіне керек жоқсың. Пошел вон дейді саған бәрі. Кетар дейді. Ақшаңды пайдаланады, қақырып түкіріп кетеді саған үйіңнің есік алдына еще. Құрысын сасық екен дейді. Сол бүкіл жатқан жеріңді көтеретін сол сен менсінбеген бетпақ әйелің. Сондықтан соның қызметін жасай бер, жаман болмайсың адам.